Орал қаласында Валихан Бекбауов деген азамат 6 жылға сотталды. Ол бұған дейін де терроризмді насихаттаған үшін заңғырына іліккен болатын. Бірақ бірінші топ мүгедегі жаздым, жаңылдым деп өкініп, денсаулығына байланысты бостандыққа мерзімінен бұрын шығарылған. Алайда ол өзіне берілген мүмкіндікті игі істер үшін пайдаланбапты. Бекбауов абақтыдан босай сала ескі әуеніне қайта басқан көрінеді. Бұл жолы қылмыстық кодекстің 2 бірдей бабымен айыпталды. Ол өзіне кесілген мерзімді қатаң режимдегі колонияда өтейді. Түзелу жолына түспей, Орал қалалық сотының 18 ақпан 2021 жылғы үкіммен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 256 бабының 1 бөлігі мен 174 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған үкімдер жиынтығымен түпкілікті 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.